Сәлем баршаға. Мен бүгін долма тағамының рецептімен бөліспекшімін. Видеоны көрерден бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Бізге қажетті болатыны бар жоғы көкөністер мен жүзімнің жапырағы, туралған ет, яғни фарш және күріш. Міндетті түрде дәмдеуіштер. Алдымен пиязымызды майдалап турап аламыз. Менде бұл жерде үлкен бір пияз. Сіз орнына 2 орташа пияз алсаңыз болады. Барлығы бізге тағамға бар жоғы орташа 3 пияз қажет. Үстінен туралған етімізді салып, күрішімізді жақсылап жуып салып, жарты кеседей су құямызды, дәмдеуіштерін, тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Араластырғанда өзіңізге қолайлы түрде араластырсаңыз болады. Тіпті қолмен араластырсаңыз, өте жақсы араласып, пиязы да жақсы езілетін болады. Жүзімнің жапырағына міндетті түрде қайнап тұрған су құйыңыз. Ол біріншіден жүзімнің жапырағын жұмсартады, екіншіден микробтарды өлтіреді. Жүзімнің жапырағының астыңғы жағын жайып, сол жерге начинкамызды саламыз, салмамызды. Сонда жүзімнің тамағымыздың сырты жылтыр әдемі болады. Мен көрсеткендей әдемі етіп түйіп шығамыз. Барлығын түйіп болған соң тамағымызға кірісеміз. Екінші пиязымызды майдалап турап, табамызға майымызды құйып, және кішкене 20 грамдай ғана сары май салып жіберсеңіз, өте дәмді болады. Көкөністерімізді жақсылап қуырамыз. Көкөністерге сәбіз, сарымсақ, чеснок қоссаңыз да болады. Деймін, менің балаларым жемейтін болғандықтан мен қосқан жоқпын. Пиязымызды, картопымызды, қызанағымызды және қызанақ пастасын салып, жақсылап қуырамыз. Әбден қуырған соң, үстінен дәмдеуіш және тұзымызды саламыз. Тағы 1-2 минуттай қуырып аламыз да, үстінен қайнап тұрған суды шамалап қана құямыз. 1 кеседей құйсаңыз жетеді. Қайнап тұрған көкөністеріміздің үстінен долмаларымызды жақсылап қойып шығамыз. Долмалар ашылып кетпесін, мұқият болыңыз. Барлығын қойып шыққан соң, бетін нығыздап жауып, 45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Піскен долмамызды да абаймен аламыз, өйткені жарылып кетуі мүмкін. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк қойып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Өте дәмді тағам, жанұямызбен сүйіп жейміз. Кез келген соуспен тартсаңыз болады.